Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аружан. Өзімнің каналымда сізді көргенім үшін өте қуаныштымын. Бүгін мен алғашқы видеомды жүктеп отырмын және де бұл видеом сіздермен таныстық туралы болғанын қаладым. Ендеше кеттік. Менің есімім Аружан, жасым 19-да, 2000 жылы 27 қазанда дүниеге келгенмін. Дәл қазір студентпін. Шығыс Қазақстан университетінде 3-ші курс оқимын. Мамандығым шет тілі, екі шет тілі. Бірінші тіл ағылшын тілі, екінші тіл кәріс тілі. Кәріс тілін таңдауымның себебі мен мектеп оқып жүрген кезде 2016 жылдан бастап кәріс тіліне өте үлкен қызығушылығым ашылды. Оның себебі кей-поп десем де болады. Кей-попты өте қатты жақсы көремін және де BTS тобын өте қатты жақсы көремін. Негізінде ағылшын тілін жақсы көргендіктен осы мамандыққа келдім. Бірақ та кейіннен екінші тіл таңдайтынымды білген кезде мен міндетті түрде кәріс тілі деп шештім. YouTubeға қандай тақырыптағы видео түсірсем деп мен көп ойландым және де сіздерден де кеңес алуды дұрыс деп таптым. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіз туралы жазып, өздеріңіз туралы ақпараттар жазып, астына қалдырып кетіңіздер. Маған оны оқу өте қызықты болады. Және де қандай тақырыптағы видеоларды көргілеріңіз келеді, қандай ақпараттар сіздерге қызықты әрі пайдалы болады. Солар туралы да біраз жазып қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оларды ескеріп, келесі видеоларды соған сәйкес түсіруге тырысатын боламын. Қазір мен Өскемен қаласында тұрамын. Және де мені Инстаграмнан білетін болсаңыздар, мен өз блогымды жүргіземін. Блог жүргізуді бастағаныма көп болған жоқ, тек бір айдай ғана уақыт болды. Және де блогымда мен қалай даму керек, қалай мотивация жинау керек, қалай өзіңізді алға жылжыту керектігі туралы айтамын. Және де өз мамандығым бойынша ағылшын тілін, кәріс тілін қалай үйренуге болатыны жайлы да біраз ақпараттармен бөлісемін. Сонымен қатар, менің блогымды білетін болсаңыздар, сіздер менің SMM маманы екенімді де білетін шығарсыздар. Бұл SMM-ге мен қалай келдім? SMM туралы мен басында ешқандай түсінік жоқ болатын менде. Мен тек қана ол туралы Инстаграмнан біраз жерден қарап, көрген жерлерімнен ақпарат алып жүретінмін. Кейіннен бұл іс маған қызығушылық тудыра бастады. Содан келе мен сиқырлы SMM деген Нұрлан Жанай мен Абзал досымның кітабын оқыдым. Бұл кітаптан мен өзіме біраз түсініктер қалыптастырдым. SMM жайлы, жалпы оның не туралы екенін, қандай сала туралы екенін, қандай мамандық туралы екенін толықтай білдім осы кітаптан. Және де ары қарай маған толықтай енді SMM-ді жетілдіру керек болды. Толықтай тағы басқа ақпараттар керек болды. Сондықтан мен өзім іздеп SMM жайлы өте бір жақсы курс таптым. Кейіннен сол курсты оқып шықтым. Ол курстан мен өте көп ақпараттар алдым, өте көп пайдалы заттар болды ол курста. Және де өзімді толықтай осы қырымнан таныта білдім десем болады. Курс барысында тек қана біз курс өткен жоқпыз. Жалпы курста алған білімімізді практикада қалай қолдану керек, соның барлығын өттік. Және де курс барысында мен бір проект алдым, SMM-ге байланысты дамытатын бір проект алдым. Және де курс аяқталғанға дейін сол проектті дамыттым. Және нәтиже өте жақсы болды. Клиент те өте риза болды. Мен де өзімнің жасаған жұмысыма көңілім толды. Бірақ та әрине ол бірінші жұмыс болғандықтан оны тағы да жөндейтін жерлері болды. Бірақ та кейіннен келе мен ол курсты тек бір рет қана емес, кейіннен келе қайтадан көріп шықтым. Себебі өзімнің тағы да жетілмеген тұстарым бар екенін білдім. Және де ол курстан кейін тағы бір копирайтинг курсына қатыстым. Яғни ол пост жазу, Инстаграмда сатылым туралы пост жазу, оффер жазу және тағы да басқа солар туралы тағы да курстан өттім. Осылай мен өз білімді жетілдіріп, SMM маманы болу үшін ақырындап сол салаға жылжи бастадым. Және бұл салаға мен осылай келдім. Және де қысқаша мен өзім қалай даму жолына келгенімді айта кетейін. Мен әрдайым өзімнің күнімді продуктивно өткізіп, жаттығу жасап, күнімді жоспарлап, солай өткізгенді қалайтынмын. Бірақ та менде еріншектік басым болды да, мен олардың барлығын жүзеге асыра алмадым. Күнделікті таңертең 7-де немесе 8-де тұрамын деймін де, бір апта
ең көп дегенде 1 апта жалғасады, бұл одан кейін тастап кететінмін. Кітап оқиын десем де кітаптарды 1 апта ары кетсе оқимын, одан кейін ол мүлдем оқылмай қалатын. Және де осылай жүріп мен бір күні YouTube қарап отырған кезде бір өте мотивация беретін, өте жігерлендіретін бір видео көріп қалдым. Сол видеодан кейін ары қарай да мен дами түсу үшін, ары қарай да мотивация алу үшін тағы да басқа сол типтес видеоларды көре бастадым. Және де алға қарай жылжуға көмектесетін, мотивация беретін, ары қарай өз кәсібіңді дамыту туралы және де басқа барлық даму жолына қажетті барлық материалдар туралы видеоларды қарап, және тағы да басқа тренингтерге қатысып, өзім айта кеткендей SMM курсы да тек қана SMM емес, дамуға да қатысы бар болатын. Осының барлығы менің қазіргі даму жолына түсуімнің нақты себебі деп айтсам болады. Және де мен осылардың барлығын түсініп, өзімді бағындыра білу керек екенін түсіндім. Және де сіздерге де айтарым, адам бірдеңені қалауы ол жеткіліксіз. Адам бірдеңені қаласа, оны міндетті түрде жасау керек, ал жасау үшін адам өзін бағындыра білу керек. Және де тағы бір айта кететінім, адамдар барлығына қолдары жетеді, және барлығы адамдардың қолдарынан келеді. Тек қана адамның қолынан келмейтініне сендіретін ол біздің миымыз. Біз барлығын миымызда шешіп тастаймыз. Біздің шекара тек қана біздің миымызда болады. Және де біз өзіміздің ойымызды жөндеген кезде ғана, біз өзіміздің ойымызды өзгерткен жағдайда ғана біз ары қарай жылжи аламыз, алға қарай жүре аламыз. Және де осының барлығын түсіндіру мақсатында мен осыны өзім түсінгендіктен ары қарай басқа адамдар да осыны түсінсе екен деген ниетпенен мотивациялық посттар жазамын. Және де өзім айтқандай әрдайым мотивация беріп отырамын өзімнің парақшамда. Және де YouTube'да да осы туралы біраз айта кеткенді жөн көрдім. Егер сіздерге бұл туралы да қызық болатын болса, толығырақ айтқанымды қаласаңыздар, комментарийге жазып қалдыруларыңызға болады. Қызығушылықтарыма келетін болсақ, мен ән айтумен кішкентай кезімнен айналысамын, және би билегенді де өте қатты жақсы көремін. Сурет салу да менің хоббиім, және соңғы кездері мен соңғы 2-3 жылда кітап оқығанды да өте қатты жақсы көріп жүрмін. Себебі мен оған дейін мүлдем кітап оқымайтынмын, кітап мүлдем ұнатпайтынмын оқығанды. Бірақ та дәл қазір кітап оқу ол мен үшін бір өте құндылығын көп беретін зат болып табылады. Және де мен өзім оқыған барлық кітаптармен Инстаграмда әрдайым бөлісіп отырамын. Егер де сіздерге қызықты болса, пайдалы кітап оқығыларыңыз келетін болса, онда Инстаграмда менің парақшамнан көрулеріңізге болады. Және де тағы бір қызығушылығым ол TikTok түсіру. TikTok түсіруді мен 2019 жылы жазда бастағанмын. Кейіннен мен оның басында жай ғана қызығушылық болған, кейіннен оған ары қарай дамыту үшін видеоларды көбірек түсіріп, қазір тұрақты түрде TikTok түсірумен де айналысамын. Өзіме қатты ұнайды. Осымен менің таныстық видеом аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға өте үлкен алғыс білдіремін. Және де сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және маған тіркелуді ұмытпаңыздар.